Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар, 3-ші сыныптың математика сабағы, 113-ші сабақ. Бүгінгі сабақтың тақырыбы разрядтан бір рет аттап өту арқылы жазбаша көбейту және бөлу алгоритмі. Бірінші тапсырмада ғарышкерлерге байланысты тапсырма берілген. Алғашқы ғарышкерлердің ғарышқа ұшуы туралы деректерге қара, сұраққа жауап бер дейді. Герман Титов пен Андриан Николаевтың екеуінің ұшқан уақыттарын біздер сағатқа айналдырып алуымыз керек. Сосын барып қаншаға артқандығын табу керекпіз. Яғни бұл жерде 94 пен 25 сағат деп таптық. Одан азайтамыз 69 сағат. Яғни әр ұшқан сайын ұшу ұзақтығы 69 сағатқа артқан екен. Келесі екінші тапсырма көбейтудің қалай орындалғанын қара дейді. Бірінші көбейткіш 23, екінші көбейткіш 4. Бұл жерде 23-ті 4-ке көбейту үшін бірінші 4-ті 3-ке көбейтіп аламыз. 12. Бір ондық, яғни 2 бірлік. 2 саны бірліктердің астына жазылады, ал бір ондықты ойымызда сақтаймыз. Келесі ондықтарды көбейтеміз. 2-ні 4-ке көбейткенде 8, ойдағы бір ондықпен 9. Сонда 9 болады. Жауабын оқимын, 92. Келесі үшінші тапсырмада бөлуді жоғары разрядтан бастайды. Бөлу қалай орындалғанын қара дейді. Бірінші бөлінгіш 92, бөлінгіш 92, бөлгіш 4, бірінші тоғыз бөлінгіш 9, бөлінуде 2 цифр болады. Яғни ондықтарды бөлеміз. 9-ның ішінде 4 2 рет бар. Бөліндегі 2 сан, ал қалдықты ондықтың астына жазамын. Бірлікті қасына түсіремін. Бір ондық және 2 бірлік. Бұл 12 бірлік. Бірліктерді бөлемін. 12 мен 4-дің бөлінісі 3-ке тең. Бөліндегі 3 санын жазамын. Қалдық 0-ге тең, демек толық бөлінді. Жауабын оқимын, 23-ке тең екен. Келесі осы бөлу мен көбейтуді басшылыққа ала отырып, 4-ші тапсырманы орындаймыз. 36-ны 2-ні бөлген кезде бірінші бірлігіне көбейтіп аламыз. 2 мен 6-ның көбейтісі 12-ге тең, 2-сін жазамыз, бір ондығы ойда. 2 мен 3-дің көбейтісі 6-ға тең, ойдағы бір ондық қосқанда кезде 7-ге тең. 72-ге тең. Енді осыны бөлумен тексереміз. 72 мен 2-ның бөлінісі 7, бірінші тоғыз бөлінгіш, оның ішінде 2 3 рет бар, 3 пен 2-ның көбейтісі 6-ға тең. 7 мен 6-ны азайтамыз, 1-ге тең. 1-дің қасына 2-ні түсіргенде 12, 12-ның ішінде 2 6 рет бар. 6 мен 2-ның көбейтісі 12-ге тең деп шығаратын боламыз. Міне қалған амалдарды осылай шығарып, тексеріп отырамыз. Міне 4-дің жалғасы 75 пен 3-дің бөлінісі біздер табу үшін бірінші тоғыз бөлінгіш 7, 7-ның ішінде 3 2 рет бар. 2 мен 3-дің көбейтісі 6, 7-ден 6-ны азайтамыз, 1 қалдық қалады. Оның қасына 5 түсірген кезде 15, 15-дің ішінде 3 бізде 5 рет бар. 5 пен 3-дің көбейтісі 15-ке тең. Яғни бөлінудің мәні 25-ке тең. Енді осыны көбейтумен тексеретін боламыз. 25 пен 3-дің көбейтіндісі бұл жерде 75-ке тең деп кері амалмен шығарып алатын боламыз. Міне қалған тапсырмаларды осылай орындап шығамыз. 5-ші тапсырмада бізде күрделі теңдеуді шығару үшін біздер бірінші жай теңдеуге айналдыруымыз қажет. 96 мен 4-дің бөлінісі бізде 24-ке тең екен. 24 пен x-тің қосындысы тең 257 деп жай теңдеуге айналдырамыз. Одан кейін белгісіз компонентті табатын боламыз. 257 мен 24-дің айырмасы, яғни x тең 233-ке. 96 мен 4-дің бөлінісі қосамыз, 233-дің қосындысына. 233-ті қосқанда 257-ге тең. 257 тең 257 дейміз. Келесі y пен 95 пен 5-дің бөлінісі, y-тен 95 пен 5-дің бөлінісін азайтқанда 800-ге тең. 95 пен 5-дің бөлінісі 19-ға тең, y пен 19-ның айырмасы тең 800-ге. Y тең 800 пен 19-ның қосындысы, y тең 819 деп жазып, белгісіз санның орнына 819-ды қоямыз. 819-дан азайтамыз 95 пен 5-дің бөлінісін тең 800-ге. 800 тең 800 деп жазатын боламыз. Келесіде де осы теңдеулердің жалғасы, бұл жерде де күрделі теңдеулер берілген. Ол күрделі теңдеулерді жай теңдеуге айналдырып шығаратын боламыз. 84 пен 6-ның бөлінісін v-ға көбейткен кезде тең 140-қа. 84 пен 6-ның бөлінісі 14-ге тең, 14 пен v-ның көбейтісі тең 140, v тең 140 пен 14-дің бөлінісі v тең 10-ға. 84 пен 6-ның бөлінісін 10-ға көбейткенде 140-қа тең, 140 тең 140 деп жазатын боламыз. Келесі 6-шы тапсырмада
бізде есеп берілген. Есепті мұқият тыңдайық. Ғарышкерлер ұшу сапарына әрқайсысында 32 төбешіктен 3 қорап сорпа және бірнеше төбешікте ет алды. Олар барлығы 200 төбекше тамақ дайындаған болса, онда ұшу сапарына қанша төбекше ет алған дейді. Бұл жерде сорпаны бірінші тауып алу керек, сонда қалғаны етті шығара аламыз. Сондықтан біздер қысқаша бөлігіне сорпа, ет деп негізгі сөздерімізді аламыз. 32-ге 3-ті көбейтсек, барлық сорпа қанша төбекшеде болғанын табатын боламыз. 96 төбекшеде болған, ал 200-ден 96-ны айтсақ 104-ге тең, яғни ет 104 төбекшеде болған екен. Ұшу сапарына сонда 104 төбекше ет алған екен деп жауап беретін боламыз. Енді бізде 7-ші тапсырмаға келдік. 7-ші тапсырмада егер боялған бір бөліктің өлшемі берілген болса, осы фигуралардың ауданы қанша болады деп сұрайды. Осы боялған бөлік арқылы біздер фигураларды тауып алуымыз керек. Фигураның ауданын тауып алуымыз керек. Бір бөліктің өлшемі 2 см болатын болса, осындай бізде 2 см-ден бізде 6-ға көбейтіп аламыз. 2-ден 6-ға көбейткенімізде 6 см болып шықты. Ендеше 6 см болатын болса, бұны 6-ны 6-ға көбейтеміз. 36-ға тең болып шықты. Яғни біріншінің ауданы 36 квадрат сантиметрге тең екен. Сонда тігінен де 6 см, көлденен де 6 см. Сондықтан 6-ны 6-ға көбейттік. Келесі ә бөлігінде бұл жерде 3 см, боялған бөлігі 3 см. 3 см-ді 5-ке көбейтеміз. Себебі осындай 5 рет бар. 3-ті 5-ке көбейтеміз 15, ал осындай қатар 2, 3-ті 2-ке көбейтеміз 6 см. Енді осының ауданын табу үшін 15-ті 6-ға көбейтеміз. 15 пен 6-ны көбейтсе 90 квадрат сантиметрге тең. Сонда ауданы, бұл жердегі фигураның ауданы 90 квадрат сантиметр болып шыға келді. Келесінде Б бөлігінде бізде 2 см-дан 5-ке бөлініп тұр. 2-ні 5-ке көбейтеміз 10 см. Яғни ұзындығы 10 см деп аламыз. Ал ені 4 см тек қана. 10 табу үшін 10-ды 4-ке көбейтеміз. 10 мен 4-ін көбейтсе 40-қа тең, яғни 40 квадрат сантиметр. Ауданы 40 квадрат сантиметрге тең болды. Міне осылай әр бөліктегі боялған бөліктің өлшемдері арқылы біздер фигуралардың аудандарын тауып алдық. Құрметті оқырмандар, сіздерге каналымызда тапсырмаларды орындау түсінікті болатын болса, каналға тіркеліп, подписаться батырмасын басыңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.